достар, бүгін біз әлемдегі ең үрейлі адам аяғы басуға қорқатын екі жұмбақ орын туралы айтамыз. Бұл жерлерде түсініксіз тылсым құбылыстар орын алады, ал барған адамдардың көбі кері қайтпайды. Видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер, себебі екінші орын сізді шынымен шошытуы мүмкін. Каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қуыршақтар аралы. Сонымен бірінші орын Мексиканың дәл іргесінде орналасқан атақты қуыршақтар аралы. Сырт көзге бұл жай ғана кішкентай арал сияқты көрінгенімен, мұндағы ағаштардан мыңдаған ескі көздері аққан, қол-аяғы сынған қорқынышты қуыршақтар ілініп тұр. Оқиға өткен ғасырдың ортасында басталған. Дон Джулиан есімді бір кісі осы аралға көшіп келеді. Көп ұзамай ол арал маңындағы каналға бір кішкентай қыздың батып кеткенін көреді, бірақ оны құтқарып үлгермейді. Осы оқиғадан кейін Джулианды қыздың рухы мазалай бастайды. Ол қыздың аруағын тыныштандыру үшін қоқыстан ескі қуыршақтарды тауып, ағаштарға іле береді. Ол өмірінің соңына дейін 50 жыл бойы осылай жасаған. Ең қорқыныштысы 2001 жылы Дон Джулиан жаңағы қыз батып кеткен дәл сол жерде жұмбақ жағдайда суға кетіп қайтыс болады. Бүгінде бұл жерге барған туристер түнде қуыршақтардың тіріліп, өздігінен қимылдайтынын және өзара сыбырласатынын айтып сендіреді. Егер бұл жерге барғың келмесе, тез астыға өтіп, лайк басып кетуді ұмытпа. Хоябачу орманы. Екінші орын Румынияда орналасқан Хоябачу орманы. Бұл жерді бүкіл әлем Трансильванияның Бермуд үшбұрышы деп атайды. Сырттай қарағанда бұл орманның ағаштары өте оғаш, бәрі бір бағытта, шиыршық болып қисайып өседі. Ғалымдар ағаштардың неліктен бұлай қисайғанын әлі күнге дейін түсіндіре алмай келеді. Бұл орман туралы алғашқы үрейлі деректер өткен ғасырда басталды. Бір күні бір шопан 200 қойымен бірге осы орманға кіріп кетеді. Содан кейін оны да, қойларын да ешкім көрмеген. Олар із-түзсіз жоғалып кетті. Тағы бір оқиғада 5 жасар кішкентай қыз орманға кіріп кетіп, арада 5 жыл өткеннен кейін кенеттен орманнан өзі шығып келеді. Ең таңғаларлығы, қыз мүлдем өзгермеген, өспеген және үстіндегі киімі де тап-таза болған. Ол өзінің 5 жыл қайда болғанын мүлдем есіне түсіре алмады. Міне достар, әлемдегі ең жұмбақ екі орын осылар. Егер сізге таңдау берілсе, сіз қайсысына баруға жүрегіңіз дауалар еді? Мексикадағы қуыршақтар аралына ма, әлде Румынияның жұмбақ орманына ма? Өз ойларыңызды міндетті түрде пікірге жазып кетіңіздер. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.